Сәлеметсіздер ме? Біз бүгін Қытай тілін нөлден бастаймыз деген курстың кіріспе сабағын өтеміз. Бұнда алдымен өзім таныстыра кетейін. Мен Уәзхан Гүлнар, Қытайда туып өстім. Қытайдың университетінде доцент, магистранттың ғылыми жетекшісі болып жұмыс істедім. Қазір біз отбасымен қазақ елінде тұрып жатырмыз. Енді әуелі бірінші Қытай тілін үйренудің маңыздылығына тоқталайық. Қытай тілінде сөйлейтін адам саны ең көп. Қытай тілінде 1,4 миллиард адам сөйлейді. Ол дүниеде ықпалы төтенше күшті тілдердің бірі. Екінші, экономикалық және іскерлік мүмкіндіктер көп болады. Қытай тілін игерсек, Қытайдың экономикасы өте дамыған. Қазір біздің тұтынып жатқан күнделікті тауарларымыздың көбі Қытайдан келеді. Қытаймен сауда-саттық байланыста күннен күнге қоюласуда. Сондықтан Қытай тілін меңгерсек, бір мүмкіндік көбейеді. Үшіншісі, технология және ғылым жақтан Қытай алдыңғы қатарда тұр. Егер білім алуға Қытайдан үйренуге тура келетін болса, Қытайға барып, онда біз Қытай тілін игеруіміз керек. Енді екінші біз Қытай жазуының ерекшеліктеріне тоқталайық. Қытай жазулары таңба формасында болады. Әрбір жазуын біз иероглиф деп атаймыз. Әр иероглифтің мағынасы болады, оның дыбысталуы болады және ырғағы болады. Ал біз мына адам деген иероглифке қарайық. Бұл дыбысталуы жэн, пинyin арқылы көрсетеміз. Ал оның тоны болады, ырғағы. Біз рэн демейміз. Екінші тон жоғарыға қарай жэн деп оқимыз. Бұны үйрену барысында біліп аламыз. Енді үшіншісі, Қытай жазуының шығу тарихы болады. Әрбір иероглиф өзінің басындағы мәлім бір суреттен бірте-бірте өзгеріп келген. Қытай иероглифтерінің тарихы 3000 жылдан аса уақыт бұрын Қытай иероглифтері пайда болған. Біз мына жерде екі иероглифті мысал келтірейік. Біреуі ағаш. Бұл иероглифтің таңбасына қарасақ, бұл ең баста бұл ағаштың суретінен өзгерген екен. Бұның жоғарғы жағы бұтақтарды бейнелейді да, төмен жағы тамырды бейнелейді. Бұны біз му деп оқимыз. Ал екінші иероглифке қарайық. Ай. Бұл да солай. Басында айдың суреті болған, бірте-бірте бүгінгі таңбаға айналған. Бұны юе деп оқимыз. Енді төртінші, біз Қытай тілін үйреніп жатырмыз. Естіп жатқан болуларыңыз керек. Қытайдың иероглифтері көп, ол тілді игеру қиын деп. Әсілінде ондай емес. Қытайша сөйлей бастау үшін біз Қытайдың барлық иероглифтерін үйреніп кетпесек те болады. Бізге 500-1000 иероглиф жетеді. Ең төмен болғанда 500-ін үйреніп қойсақ болғаны. Ал енді сөз тіркестері де солай. Егер 1000-1500 сөздермен сөз тіркестерін жиі қолданылатын егеретін болсақ, біз онда Қытай тілін мүдіріссіз сөйлеп кетеміз. Үшінші, біз Қытайша сөйлеу үшін әрі ең негізгісі пинyin жүйесін жақсы игереміз, тондарды жақсы білуіміз керек. Ал пинyin жүйесін біз оңай жолмен үйретеміз сіздерге. Өзіміздің тіліміздегі бар дыбыстармен салыстыра отырып, жеңіл үйреніп аласыздар. Енді курстың мақсаты не? Бағана біз Қытайша сөйлей бастау үшін нені игереміз, соны білдік. Ал енді біздің курстың мақсаты не?
жаңа айттым, бірінші пиын жүйесін жақсы игеруіміз керек. Осыны жақсылап үйретеміз сіздерге. Тондарды немесе Қытай ереуілдерінің ырғақтарын үйретем. 4 түрлі тон болады. Ал екінші біздің мақсатымыз күнделікті қарым-қатынасқа қажетті сөздерді үйренеміз. Бағанағы 1000 сөз, 1500 сөз емес. Күнделікті қарым-қатынасқа жететін сөздерді үйренсек, курстың мақсаты, екінші мақсаты осы. Үшінші, жиі қолданатын ереуілдерді үйренеміз. Бұда енді 500 деп тұрақтыластырып айтпаймыз, бірақ өте жиі қолданылатын ереуілдер болады. Әрбір сөздің арасында болатын, әрбір сөйлемнің арасында болатын, сондай ереуілдерді жақсы үйренеміз. Ал курс аяқтағанда біз қандай нәтижеге ие боламыз? Егер осы курсте менің айтқандарымды уағында пысықтап, уағында жаттығуларды жасап, уағында жаттап жүретін болсақ, біз мынандай жетістіктерге жете аламыз. Бірінші, Қытай тілінде сәлемдесіп, алғыс айтып, қоштасуды білетін боласыздар. Екіншісі, қарапайым диалогтарды түсініп, сұрақтарға жауап бере аласыздар. Жол сұрау сияқты сұрақтарға жауап бере алатын боласыздар. Ал үшіншісі, Pinduoduo секілді Taobao деген платформалар бар. Солардан өзіміздің қалаған затымызды алу үшін сол сатушы менен қажетті мәліметтерді сатушыға түсіндіріп, солармен еркін байланыс жасай аласыздар. Ал дүкендерде, мейрамханаларда, саяхаттарға барғанда өзіңізді еркін сезінесіз. Ал соңы әрі ең маңыздысы, Қытай тілін өз бетіңізше ары қарай дамытуға негіз аласыз. Мен сіздерге балық бермеймін, қармақ беремін. Балықты ұстайтын қармақ беремін. Жақсы, келесі кездескенше аман сау болыңыздар.